Қайырлы күн, құрметті жерлестер, ауылдастар. Бүгін бізде қонақта өзіміздің жерлесіміз, мақтанышымыз, қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, ақын, сазгер, әнші, бір ойына сан түрлі өнер тоғыстырған өнер иесі Жандос Қаржабайұлы. Қош келдің, Жандос. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Барша ағайындар, жерлестер. Енді бүгін сәттін салып, сабақ дене сәтімен деп гастрольдік сапарда жүріп ауылымызға қонаққа келіп қалып жатсың. Енді жалпы мен сені танығанмен мына қалың жұртшылық білмеуі мүмкін, өзің туралы азын-аулақ айтып кетсең көрерменге. Ассалаумағалейкум, құрметті де қадірменді жерлестер, ағайындар. Мен Жандос Қаржабай, 1998 жылғымын. Ақтөбе облысы Темір ауданы Тасқопа дейтін шағын ауылда, Теректі совхозында, Қаржабай деген шалдың шаңырағында үйдің сүт кенжесімін. Осы Темір ауданы тұрғынымын. Жақсы, енді жаңа әңгіменің басын гастрольден бастадық қой. Енді сол тұрғысында бір-екі ауыз айтып жіберсең, гастроль жалпы қалай басталды, қалай қарсы алып жатыр, өзінің көңілінен шығып жатыр ма, қандай қызықтар болып жатыр? Гастроль, Аллаға шүкір, өте керемет басталып жатыр. Бұл менің уже екінші гастрольдік сапарым ғой. Бірінші гастрольдік сапарымды 2024-те бастап, соңын Республика сарайымен аяқтағам. Осыдан бір жыл бұрын, ақпан айының 7-сі күні. Содан бері шығып тұрғаным. Осы гастрольдік сапарым Жаңаөзеннен, Маңғыстау облысынан басталды. Содан табан тіреп бүгін міне туған жер Шұбарқұдыққа келіп жатырмыз. Аллаға шүкір, барлық жерде көрермендер лық толы, қошеметі де, ықыласы да ерекше болды. Ал мені туған жер ерекше қуантып жатыр. Бүгін кеше концертіміздің бірінші сеансының билеті бітіп, бүгін екінші сеансының да билеті бітіп жатыр. Аллаға шүкір етем. Аман болыңыздар, жерлестерге рахмет айтам. Аласым шексіз. Енді ауылда концерт деп жатсың ғой, жалпы туған жердегі концерттің жауапкершілігі қалай, ауыртпалық сезіліп жатыр ма, керісінше еркелеп оңай болатын сияқты ма, қандай сезімдесің жалпы? Сезіліп жатыр ма? Туған жердегі жауапкершілік қалай болады деген сияқты. Елдің алдындағы енді өзін көз көрген адамдар, сенің бәрі әлі көз алдында бала Жандос кейпіндесің ғой, былай келгенде көбісінің баяғы Жандос аудандық мәдениет үйімен ауылдың арасында екі ортаны алтын көпір қылып жүрген. Бұл тұрғыда енді екідай күйде тұрмын ғой мен. Бір жағынан жеңіл өтетін сияқты болып та көрінеді. Өйткені мен осы Темір ауданы Шұбарда қаншама жыл қызмет істедім ғой. Бәрі көз көрген адамдар, тем более мен айналамдағы мені көріп жүрген осы жерлестерім біледі ғой мен қандай адам екенімді. Сол еркелеп әдемі қылып өткізіп тастайтын сияқты болып көрінемін да. Бір жағынан енді қаншама жылдан бері ауданға келмей кеттім. Республикаға концерт бергенім бар, жан-жақтан жетіп жатқан жетістігім бар. Бір жағынан келген қонақтарда сынап келетін сияқты болып көрінеді. Осы бала не бітіреді екен, осы бала не айтады екен деген сияқты пікірмен келетін сияқты болады да. Сосын сол жағынан сәл қорқыныш бар. Не айтам, не сөйлейм деген сияқты. Сын дегеннен шығып жатыр енді. Жалпы енді өзім бір былай келгенде хейтер дейді ғой. Сын айтатын адамдар жоқ, әншілердің бірісін. Жалпы сынды қабылдай аласың ба? Сын айтқан жағдай, сын айтудан аулақ болсын, бірақ енді сен тарапынан сын айтып жатқаным бір көп көрген де жоқпыз. Құдай одан аулақ қылсын. Жалпы сынды қабылдай аласың ба? Енді өзімнің пікірім бойынша сын қабылдай алмайтын сияқты болып көрінем. Өйткені мен қандай пост салсам да TikTokқа жаңа балдар салып жатыр ғой. Ешқайсының комментарийін оқымайды екенмін. Маған оқысам бір жаман бірдеңе жазып қалатын сияқты болады. Сөйтіп оны мен жанындағылар да біледі. Жаңа директорым Мираш та біледі. Сол үшін көбіне жаңа пост салады, видео салады. Ешқайсысын оқытпайды ғой маған. Оқыма деп. Өйткені мен көп жағдайда бір нәрсе жаман бірдеңе оқып қалсам, соны ойлап депрессияға түсіп кетемін да көбіне. Сосын настроением болмай, сосын артқа тартып тастаймын бүкіл шаруаны. Сондықтан сынды көтере алмаймын деп ойлаймын өзім. Сынды қабылдай алмайтын сияқты. Енді жаңа көңілге болмаған сәттерде шығармашылық тұрғыдан алғанда бір туындылар келетін,
уақыттар бола ма? Онда бір кері әсері болып пайдасы тиіп кететін тұстар, мысалы сенің мұңды әндерің де бар, сол осындай депрессияның тұсында шығып болатын уақыттар да бола ма? Ол бұрын болатын менде. Бұрын консерватория қабырғасында оқып жүрген кезімде менің жазған әндерім барлығы ол студент кезімде шыққанда. Ол уақытта енді ауылың сағынасың, анаң сағынасың, Алматыға енді келген баласың, жаның жабырқайды, жалғыздықта жүргесін. Сондай уақыттарда ән шығатын. Қазір өзім әнші болып, шығармашылық болғаннан кейін ән жазуға да уақыт жоқ. Оны қазір ойланып бірдеңе жазайын десем, миыма ештеңе келмейді ғой. Өлең деген шықпайды, жайшылықта өлең деген шығады, қайшылықта дегенге тура келіп тұр ғой. Енді өлең деген шығады жоқшылықта. Жоқшылықта, тоқшылықта шықпайды. Өлең деген шықпайды тоқшылықта. Уақыт жоқтықтан емес, тоқшылықтан ғой сен қазіргі уақытта. Керемет. Енді жаңа сын деп айтып жатыр ғой. Жалпы сен карантинге тап болып қалдың, мысалы, ең бір қит болады ау деген көктемде елені үміт күттірген бір сондай бір сәттерде сынып қала жазған уақыттарың болды ма өзіне? Болды ма осы қояма өнерді осы арадан ат құйрығын үзем ау деген сияқты уақыттарың болды ма? Өнерден кетем деген жоқ, менде ондай болмады. Керісінше көктемде үйленем әнім шыққан кезде ол керісінше маған серпін берді да. Әлі де жазам. Демек бір әнім хит болды, значит әрі қарай да шығады менен деген. Өйткені әр әншінің өзінің толқыны бар ғой, өзінің жаңа замандастары бар, соның қатарымен бірге шығып хит болып жатады. Сол уақыттарда менімен бірге Мәлік Жамбыл, Әділет Жауашар, Кеңес Әлімжан, сол барлығы қатарласып шығып кетті да, сол кезде маған сезілді, ай осы менің де дәуірім кеп қалды ау деп. Прайм. Прайм кезім келді ау деп. Карантин ол кезде ондай қатты маған әсер еткен жоқ, өйткені карантин бүкіл жерде болып жатты ғой. Керісінше пайдасы да болған сияқты. Керісінше ми тынықтырып, демалдырып, ойлануға, не істеуге болады деп ойлануға көп мүмкіндік. Ойланып, артқа бір қадам жасап, сосын алға бір қадам жасап, сосын артқа қадам. Жалпы енді осы Алматы деп жатыр қой. Алматыға барардағы ең үлкен қорқынышың қандай болды жалпы? Қорқыныш болды ма енді? Осылай тәуекелге бел байлауына не себеп болды? Қандай себеп болған шығар? Қандай қорқыныштарың болды ма әлде? Алматыға баруыма себеп осы өнер ғой. Қорқыныштар жалпы. Қорқыныш болмады менде. Өнерге деген махаббат сенің бүкіл қорқынышың. Мен негізі Алматыға басынан бастап айтатын болса, мен Алматыға оқуға тапсырғам негізі. Өйткені біз колледж бітірдік қой. Колледж бітіргеннен кейін айналамдағы барлық бала оқуға тапсырып түсіп кетті де. Енді кейін олар нелерін көресің, сөйлесесің, хабар алмасасың, сол кезде адам бір-бірін тартады ғой. Бауырым кесей деп, сол кезде менімен бірге оқыған группаластарым жанұшын Алматы сен жүретін жерің ғой негізі деп. Сондай әңгімелер айтты. Содан кейін өзімде кішкене ішімде сенім пайда болып, одан кейін серпін берген өзіңсің, Нұрбек. Мен Алматыға оқуға түсе алмай қалған кезімде енді белгісіз бір себептермен мен оқуға қабылданып кеттім. Негізі экзаменнен бәрінен құлағам. Сөйтіп жүрген кезде бір консерватория звондайды ғой маған. Жандос сенсің ба деп. Деп, сен оқуға түсе алмай қалдың ғой, білесің ба деп. Дедім. Сөйтіп бізбен бірге тапсырған бір қыз оқуға түскен, бірақ оқымайын деп документін қайтып алып кетіп бара жатыр екен да. Содан кейін ең соңғы балды қарасақ, балдардан сәл жоғары тұрған мен болдым да, сөйтіп мені шақыртып алады ғой, оқисың ба деп. Сөйтіп Алланың қалауымен сөйтіп түсіп кеткен адамым мен. Сөйтіп сол жаққа барғандағы бас себебім өнердің ортасымен араласу болды. Өйткені ақындардың барлығы, сазгердің, жақсы студиялардың барлығы сол жақта болды. Сол ортаға кіріп сіңісіп алсам, әрі қарай өзі жоспар құруға ыңғайлы болады деп Алматыға баруым бас себеп сол болды. Енді таптыңыз жалпы деуші. Орыс қыз ол. Жұлдыз болғанды білмейді шығар дейсің. Жалпы
Енді сен Алматыға алғаш барғанда осы бала болатын бала белін қақпай, бетін қақпай белін буу керек деп сөйтіп әлпештеген аялаған бір өнер жұлдыздары, сені үміт күткен өнер жұлдыздары сол уақыттан ақ болды ма? Жарық жұлдыз болады ау деп сол уақыттан үміттенген. Жарық жұлдыз болады ау деп үміттенген өнер адамдарын білмеймін енді, бірақ мен осы ауылдас ағам, ақын ағам Ершат ағам бір әңгімесін естіп қалғанмын мен. Осыдан бір жыл бұрын жазда, жаз айында Ақтауға ма тойға бара жаттым самолетте. Оны мен білмейді екенмін. Ақтауға тойға бара жатсам, сөйтіп Ғайысхан ағаның студиясындағы бір Ғайысхан ағаның досы да. Бұрын көргем сол Ершат ағаның қасында жүрген кезімде. Соны көріп қалып, сол жігіт айтып жатыр ғой маған: Жандос, молодец, қазір әндерің жақсы кетіп жатыр, хит болып жатыр. Негізі Ершаттың аузы дуалы ғой дейді. Сөйтіп неге десем, сөйтіп ең бірінші Алматыға барған кезде Ершат ағам сол студияға ертіп барады мені. Сол кезде жаңағы жігіт жұмсайды мені, короче. Неге дүкенге барып келші, темекі алып келші деп. Сол кезде жұмсаған кезде сөйтіп Ершат ағам айтқан ғой: қазір сендер осыны жұмсап жүрсіңдер, 2 жыл күтіңдерші деп ше. 2 жыл күтіңдер, сол 2 жылдан кейін осы бала шығады, ертең көресіңдер деп. Сол маған қатты сенім артқан сол Ершат ағам болды ау деп өзім ойлаймын содан кейін. Енді Ерағанмен қазір шығармашылық байланыстар бар ма? Ершат ағамен. Шығармашылық байланыс жоқ, қазір ән жазып өйтіп не қылып жатқан жоқпыз. Бірақ енді ағалық інілік бауырмал байланыс бар ғой. Қатынас бар. Енді жаңа ән дегеннен шығып отыр, бір үкілеп отырып хит болмай қалып, күтпеген әнің хит болып кеткен тұстары болды. Осы әнім хит болады деп үкілі үміт артып отқан әнің хит болмай, күтпеген жерден бір хит болып кеткен әндерім болды ма? Негізі хит болады деп күткен әнім көп менің. Репертуарымда біраз әндер бар ғой. Барлығын көбісін хит болады деп күтіп, бірақ ол дұрыс таралмай қалып, қазір ең хит болмайды деп күткен әнім емес, енді өзім ұнатпаған Ақмаралым деген ән бар ғой репертуарымда. Сол әнді қатты көңілім қаламаған мен. Өйткені неге маған кавер-шоудан ұсыныс түсті да. Кавер-шоуға бару керек болды. Кавер-шоуға қатысасың дейтін ұсыныс түсті. Сөйтіп студияға барам. Студияға барған кезде Оразалы Мақсұтов деген менің музыкальный продюсерім бар. Сол ағаммен ақылдасам ғой, мен кавер-шоуға шақырып жатыр, не ән айтсам болады деп. Ал ана сол кезде сонда да жақсы көремін, сол Ақмаралымды айтқам. Сонда да жақсы көремін, өзім таңдап алғам, өзім айтам деп. Сөйтіп екінші әнге не айтам деп отқан кезде сөйтіп Оразалы ағам айтады ғой: осы әнді айтшы Жандос, хит болады деп ше. Бірақ енді ол ескі ән, бір жағынан ол әнді айналама тыңдатам ғой мен. Жанымдағы достарыма ешкім білмейді екен да. Сосын әнді аранжировкасын жасады. Сөйтіп не қылды. Енді форматы неге келмейді кавер-шоудың форматына. Кавер-шоудың форматы енді әнді бозып өзгертіп айту ғой. Менікі кәдімгі өзімнің тойдың қамын ойлап барған адамның әні болды да. Сөйтіп қатты көңілім қаламаған, айтқым келмеген. Кавер-шоуға айтқым келмеген, негізі былай шығарғым келді да. Бірақ өйтіп қазіргі таңда Аллаға шүкір 30 миллиондай қаралым бар. Тойда қазір кеше гастрольде байқап жатырмын ғой соны. Мен әр концерттің соңын көзмоншақпен болмаса уақытпен аяқтайтынмын. Уже көзмоншақты уақытта айтып концертімді аяқтайын десем, халықтың көбісі Ақмаралды айтшы деп қайтадан сұрайды ғой менен. Сол кезде түсіндім мен. Мынау хит екен ғой деп. Болған екен ғой деп. Енді осы жалпы тойда жүресің, гастрольде жүресің, бір келеңсіз оқиғалар болды ма? Бір келеңсіз біреуді ренжітіп қойған тұстар, тойда жүру барысында, гастрольде ешкімнің ренжітпейтін адам сияқтысың, бірақ сондай сол сұрақ қызық болып тұрды ғой, бір адам баласын ренжітпейтін сияқтысың, бірақ сондай бір оқиғалар. Ондай болмады ау. Тойда келеңсіз жағдай. Мен бір ренжітетін өзім бір адам бар, үйде келіншегімді ренжітем. Жалғыз түйір. Иә. Ренжіту деген шығады, алдында әлеуметтік желіні ақтарып отырып, бір комментарий жазып бізге, мынау кезінде, студент кезінде жаңағыдай бәріне жаңағы айтады ғой, қазір қана қалайтын.
студент кезінде балдарға тиіспейсіп бүгінгі уақытта жағдай жасап алды деген сондай А, студенттік шақта система, иә да. студент шақтағы жандос шынымен шатақ болды ма біз білетін жандос адам баласына зияны жоқ былай келгенде жарқын жүзі ғой бәрі танитын студенттік кездегі жандос жоқ енді ол сол дәуірдің енді өзің жаңа балалық кезіңдегі өзіңнің тірліктерің ондай қатты тентек болған жоқпын ондай қатты шатақта болған жоқпын бірақ енді біздің общагіде колледж қазір барлық жерде бар ғой ол өзінің система үлкен тыңдау керек кішіні тыңдау керек деп сол кезде бір жұмсағаныма бармай қалған бір екі баланы сілкіген шығармын солардың айтқан әңгімесі шығар бірақ жөн жосықсыз адам қала жүгіретін мен емес дейсің ғой қырып жойған ештеңем жоқ енді жаңа бала күні деп жатрсың ғой бала жандостың арманы орындалды ма бала жандостың арманы орындалды толыққанды орындалды мен әлі күнге шейін айтамын ғой айналамдағы балдарға да айтамын мен бір дұғам кері қайтпаған адаммын деп ше аллаға шүкір ойланып отырсам мен не тіледім соның бәрі бар уже менде мен хит ән де тіледім көпшілікке танымал болуды да тіледім бір бала күнде бір ағам айтатын мен ол ағам осы жақында үйленді сол ағама бала күнімде ойнап жүріп айтатынмын ғой ертең енді екеуміз де ол уақытта баламыз ғой енді бір бірімізбен төбелесіп қаламыз қырылып қаламыз өлең айтамын бүйтемін сөйтемін ол біреумен салыстырады сен анау сияқты айта алмайсың мынау сияқты бүйте алмайсың деп сол кезде айтатынмын мен ертең сенің тойыңа мен звезда болып келемін деп сол кезде сенің тойыңа халық сенің тойың үшін емес менімен фотоға түсу үшін келеді деп енді оның өзі де бала тілек қой құдай аузына салған алланың аузына салғаны шығар сол барлық тілегім орындалды деп ойлаймын өзім ендігі есейген кезімде ендігі кездегі бір арманым бар сол арена жинап концерт берсем деген оған да алла жеткізетін шығар бұйырса енді жандосым әні бар достардың арасында бір биік шыны өзіндік қолтаңбасы бар одан кейін өз жүрегінен ұялмайсың ба ғашықтардың бір биік шыңына жеткен өлмейтіндей туындылардың бірі келер ғасырға да қалатындай әлде де сондай бір туынды жазам деген үміттесіз бе әлде келеді деген ойдасыз әлі жандостан қалған деп осындай жандостың қалған сарқытындай көзіндей деген бір ән иә үмітім бар мен дейтін менің айналамда жақсы әнші жігіттер бар да өзімнің достарым бірақ әлі жарыққа шыға қоймаған хиттар жоқ кейде армандаймын сол жігіттердің мега хиттарын мен шығарсам ғой деп ше сондай арманым болады ал жаңағыда өз жүрегіне ұялмайсың ба менде жарыққа шықпаған ән көп негізі біраз әншілерге таратып тастағам да бірақ неге екенін білмеймін бір белгісіз себептермен әлі шығармай жатыр сол бұрынғы жазып қойған әндерімнен көп үміт күтемін мен жалпы берген зат кері қайтарылмайды дей тұрған мен сол әндерді кері қайтарып өзін орындаған келетін уақыттарым болмай ма осы өзім орындасам қалай болады екен деп сол берген әндерді әлі жарық шықпаған жоқ мен кейде болады өзім айтсам ба деп бірақ мен енді мен көбіне бұрынғы жазған әндерімді бір әншіге арнап жазады екенмін да осы әншіге келіп қалады осыған ән жазсам ғой мен деп сөйтіп барып жазылған әндерді ал мен ол әнді кейін қарай өзіме алып орындасам мен ол әннің бағын байлағандай табиғатын аша алмай қалатын сияқты болып көремін да мен өйткені әлі күнге шейін сұрайды ғой мысалы өз жүрегіңнен ұялмайсың ба неге өзің айтпадың жандосыма неге өзің айтпадың деп мен оларды айтсам шынымен мен жеткізе алмаймын олар өзі әншісін орындаушысын тапқан әндер ғой мен қайта сол әннің авторы болып тұрғаныма қуанамын жалпы жаңа Роза әпке хит жазамыз бағдарламасында айтты ғой расымен әпкеміз ренжіген ба сол өз жүрегімен ұялмайсың әлімжан ағамызға тартқан үшін ренжіген әлі Роза әпке көріп қалса айтып қалады ғой ойнап тиісіп негізінде шынымен басында сол кісіге кеткен ол ән әлімжан негізі әлімжанға арнап жазылған ән ғой әлімжанға тыңдатамын ол ұнатпай қалады әлімжанға тыңдатам ұнатпай қалады да сосын Сейітжан дейтін ағамыз бар студияда отырған сол моментте жазып қалады маған ән бар ма Роза әпке сұрап жатыр мә деймін да жібере саламын ғой сол әнді сөйтіп Роза әпке ұнатып қалады да сөйтіп
жазып аранжировкасын енді кірісейін деп жатқан кезде әлімжан шығады ғой. Жандос алдындағы әнді айтайын деп едім деп. Сосын айтқанбыз, розапкеге беріп қойдық деп. Өзің шешіп ал енді ары қарай. розапкеге ән қарызын деп ойламайсың ба? Розапкеге ма? Розапкеге жаздым мен бір-екі ән. Бірақ ән беру бірақ бір хит қарызбын. Жалпы енді өзін дуэт жазуды армандайтын қазақ эстрадасында жұлдыз бар ма? Өзін осы кісімен дуэт жазсам ау деп армандайтын. Дуэт жазсам деп армандайтын. Төреғали ағам. Сол кісімен күшті бір дуэт жазғым келеді. Бірақ оны да алла қаласа оның да реті болады. Әннің реті табылмай жатыр, бірақ жазамыз деген екеуміздің де планымызда бар. Мысалы, бұрын енді Ақтөбенің ақындары деген инста парақшалар болды, сендердің бір жарық жұлдыз, ол уақытта да бір жарқыраған сәттерің ғой. Енді ол кезде қазіргідей сан түрлі бағыттар болған жоқ, бірыңғай қазақ әндер, мына сан түрлі бағыттар шыққаны сіздердің жолдарыңызды байлап жатыр деп ойламайсыздар ма былай? Әлі әркімнің өз тыңдар, әр әннің өз тыңдарманы бар ма? Әр әннің өз тыңдармандары бар. Әр әншінің ал менің қазіргі замандастарыммен де салыстыруға келмейді. Мен көбіне көрем, мен қазір концерттерімде көбіне үлкен кісілер келеді маған. Соған қарап бір жағынан қуанам. Өйткені бата беретін сол кісілер ғой. Керісінше әртүрлі бағыттың көп болғаны да жақсы шығар. Бәсекелестік болады. Bir жағынан жастардың жалпы мидың дамуына жақсы ғой ол. Бір шеңбердің ішінде жүре берген тағы да дұрыс емес қой. Рамкадан шығу керек. Рамкадан шығу керек. Заңдылық бұзу керек қой. Енді бір сондай бір бағытта ән жазсан, көрермендерін қабылдай алмай қалады деп ойламайсың ба? Ал керісінше мүмкін жаңа көрермен тартып аламын деп ойлайсың ба? Жазған жағдайда шеңберін. Мен ондай енді дәл қатты бір шеңберден шықпасам да, бірақ сәл стилімді өзгертіп шығарған әндерім бар ғой мен. Жаңа қалауым дейтін әндер бар. Екі жүрек деген ән бар мен шығарған. Шыны керек, мен аудиториям қабылдамай қалды ондай әндерді. Содан кейін сәл құрақтап қалдым. Ендігі жазылып жатқан әндер сол өзімнің стилімдегі жазылып жатқан әндер. Енді алдағы уақытта көрермендеріңді қуантатындай қандай жаңалықтарың бар? Естімей жатқан, білмей жатқан, қандай қуанышты жазылып жатқан хит әндерің болса? Жазылып жатқан хит әндер деп айтпай ақ қояйыншы, қорқамын мен. Негізі көбіне үміт күткен әндер жаңа айтып жатырмын ғой. Дұрыс кетпей қалып жатыр. Бірақ Аллаға шүкір, жақсы әндер жазылып жатыр. Алдағы жоспар дейтін білмейді екенмін, жоспарды да құрмайды екенмін. Құдайды күлдірген кезде пландарыңды айт дейді. Сол сияқты осы гастролімді аман есен бітірсем, сосын менде дейтін республикада концертімнен кейін 1 жылдың ішінде 2 ән шығарғам ғой мен. Концерттен кейін 2 ән шығарған екенмін. Енді соны осы гастролімді бітірсем, сол ән жазуға қайттан дұрыстап кірісіп, студиядан шықпай, содан кейін жаңа айтып жатырық қой, аренаға концерт беру дейтін. Берсе, балдардың жоспары сондай, Мерастың жоспары, аренаға кіріссек қайтады деп. Әзірге мен тартыншақтап жүрмін, кішкене қорқақтап. Жүрексініп. Жүрексініп. Мен Блексван кірісіп кетсек, ол да Алла бұйыртқан күні болады, Құдай қаласа. Жалпы енді өзінен кейінгі өскелең жастарға, өкшенді басып келатқан жастарға, іні қарындастарына айтар ақылың, кеңесің болса, осы тұста айтып кетсең, 1-2 ауыз. Ақыл, кеңес дегенде білмеймін енді. Ақыл айтудан алатындайсың ба? Қазір ақыл айтатындай жаста емеспін ғой. Өзің жүріп өткен жолдарына мен болсын бір. Жоқ, егер өнерге шыңға, биікке шығам десе, енді өзіміздің басымыздан өткен адам бірінші ниет туралы керек та. Адам ниет дұрыс болу керек. Бір-біріне қолдау көрсету керек. Ешкімнің
өнерін, бағын қызғанбау керек. Өйткені Аллаға, адамға берекені беріп тұрған, ырзық несібені беріп тұрған Аллах тағала ғой. Аллах тағала қызғаншақтықты, көреалмаушылықты жек көреді. Сол үшін ешкімнің өнері мынау менен асып кетті, болмаса мынау менен көтеріліп кетті деген сияқты қызғаныштарды қойып, керісінше өзі алдына не мақсат қойды, не армандады, соған қарай өзіңмен өзің жұмыс істей берсең, өзіңмен өзің жолың ашылып, бір қарасаң уже қай жерде тұрғаныңды білмейсің, қандай биікте тұрғаныңды өзің таңғалып қаласың. Сол сияқты ешкім қызғанбаңыздар, ниеттеріңіз дұрыс болсын, армандарыңызға жете беріңіздер дегім келді. Рахмет бүгінгі сұхбат үшін. Осындай биік деп жатсыз ғой, сіз де өз биігіңізден құламаңыз. Жастарға жаңағы айтқандай армандай біліңіздер. Енді Жандос өзіңді білеміз, бір пакетпен кетіп жатыр деген әңгіме айтады. Баяғы дәл сондай көзімізбен көрдік. Сол сияқты армандап, мақсаттарыңызға жетіп, Жандос ағалардың сияқты, бауырымыз сияқты тек істеген істеріңізді аяғына дейін жеткізулеріңізге тілекшімін. Алтын уақытыңызды бөліп келгенге рахмет. Тек сізбен мақтанып жүрейік.